Құрметті көрермендер, Кино Про News бүгін жабық көрсетілімге келіп отыр. Көріп отырғандарыңыздай Стоп Ночь деген фильмге кинопарк 7-де болып жатыр, Астана қаласында. Бұл киноға қандай қонақтар келді, қонақтардың киноға деген қандай көзқарастары, соны бірге тамашалайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, кеттік. Құтты болсын. Жалпы осы жылы сіз нешінші киноға түсіп жатсыз? Осы жылы? Мен негізі осы проектте жүргенге бұйырса 2 жылдан асып кетті. Пока что осы проекттің премьерасында басқа фильмдерге түспедім. Бұл жанр өзіңізге жақын ба жалпы? Негізі жақын емес. Мен актер драматического театра и кино деген мамандықта бітіргем. Бірақ мен студент кезден осы мюзиклға түсуді армандадым. Мюзиклдарды көп көретінмін. Жалпы мюзикл жанры маған өте қатты ұнайтын. Бірақ мен ішінде бір не болатын. Мен сезетінмін. Осындай бір роль тап болса екен деп. 2022-нің август айында маған кастингтен хабарласып, осы роль туралы айтқан. И кастингтен бір ай өтіп, ары қарай дайындыққа бастадым. Жақсы. Алда сіздерде осы кинопоказ Алматыда өтті. Иә. Қалай өтті жалпы? Өте керемет өтті. Алматылықтар вообще. Ал Астана? Астана, қазір көреміз. Жақсы, бірге қараймыз. Сондай-ақ фильмде осы фильмдегі барлық әндерді орындаған жас талантты Дина Жұмабек. Сондай-ақ фильмде басты рөлдерді сомдаған актерлер Кемеңгер Оралов, Жасмина Нұрахметова. Осы фильмдегі барлық әндерді орындаған жас талантты әнші Мәди Сыздықов. Қошеметіңізді қойыңыздар. Көрмеңіздер. Астана естілмейді, қайласыздар. Микрофон не очень, но как-то надеемся за счет ваших эмоций, поддержки. В любом случае будет сейчас все будет фильма «Стоп Ночь». Здесь находитесь с нами в этом зале. В нашем фильме очень Spotify, Яндекс и так далее. Вот здесь есть такой QR-код. По нему можно перейти на BandLink и там уже слушать наши песни. Но откроется этот проект завтра, 5 сентября, ровно в тот день, когда наш фильм выходит. Дулы қошеметпен осы бір тамаша туындыны түсірген фильмнің продюсері. Ты поймешь меня. Осы сахна түріне Дулы қошеметпен осы бір тамаша туындыны түсірген фильмнің И сон войдет легко в твой дом. Пока ты спишь, тебе опять все, что могу сказать. Унесет ночная сказка. Қазақстан киносында бұл жанрда түсірілген екінші кино деп аталып жатыр екен. Стоп Ночь мюзиклда түсірілген болғандықтан залдағы отырған көрермендер өз бағасын беріп жатыр. Және де сіздер де келіп өз бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Әрине кинопаркқа келіп барлықтарыңыз бірге көрейік бұл фильмді ертең.